Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, қаймақты бәліш пісіреміз. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге жұмсақ сары май, бір жұмыртқа және қант, ұн және қопсытқыш керек болады. Таза ыдысымызға ұнымызды електен өткіземіз. Ұнны қопсытқышымызды қосамыз. Және қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сосын қолымызбен түйіршіктейміз. Осылай біркелкі түйіршіктелуі тиіс. Үстіне жұмыртқамызды қосып, видеодағыдай жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамырымызды иледік. Енді қамырымызды мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындап аламыз. Ол үшін менде қаймақ 20%. Үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай еріген кезде жұмыртқамызды қосып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осымен салмамыз дайын, бір шетке қоя тұрамыз. Енді формамыз дайындап аламыз. Менде форманың диаметрі 22 см. Пергамент қағазын төсеп, мұздатқыштағы қамырымызды видеодағыдай формамызға жайып шығамыз.
Қамырымыздың үстіне алдын ала дайындап қойған салмамызды құямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен қаймақты бәлішіміз дайын болды. Мен қаймақты бәлішімізді тоңазытқышта 6-7 сағаттай суыттым. Егер де суытпасаңыздар, ордасы қатпай қалуы мүмкін. Бәлішіміз толықтай суылғанда формадан босату оңай болады. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Дәмі балмұздақ тәрізді қаймақты бәлішіміз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.